Томиристің қатысушы қыз жігіттерге жолдауы. Мені қалай бар, солай қабылдаңыздар. Мен барлығымен бірдей Қатысушылар барын отмет етіп қоймашы. Барлығымен бірдей араласқым келеді, барлығын бірдей жақсы көргім келеді, сыйластық болған қалаймын. Және де осы ортада мен көп адамдарды жақын тарттым, бірақ олар мені ренжіткен болады. Сыйластық көрсетпей сені бөлектетіп жүр ме қалай? Жоқ, олай емес, просто эфир барысында бір-екі сөздер айтып қалады ғой, бүйтіп ашша. Сол кездің өзінде мен оларға ренжімедім, өзім бірінші барып, құшақтап, немесе андай айтады ғой. Олар жайдан жай айтты ма, әлде сенің істеген істеріңе бұл айтты ма? Әрқалай. Біреу былай, біреу былай. Сондықтан тоқ етеріне келген кезде, короче, жақын тартатын адам барлығын кім ренжітпеді, сол жанаттық болды. Достар, Танермен Ерекеңнің кішкене ренжісің бар сияқты. Ренжіс емес, түсінбей жатырмын ол кісілерді. Мысалы, кей-келі бәріміз көп сөздердің бәрі сол жастар деп шығады. Бірақ білмеймін, ерліктің қасиеті емес, ер адамның қасиеті емес ол. Әйел адамға ауыр сөз айту, одан кейін оны әрі қарай менің айтқан сөзім дұрыс істегені ше. Мысалы, шын айтамын, өзім жасым демеймін, мен мысалы сана жағынан менде анам мен жалғыз өсірді, еркек болған жоқ. Қалай ойлайсың, ол мекенге нәзіктік жетіспей ма, әлде? Жетсе барлығы бар ол кісіде. Қыз кішкене еркек шыралау деп жатыр ғой, әлде ұл достары көп болғандықтан ба, әлде отбасында ұлдармен өскендіктен ба? Кейбір қыздар болады осындай отбасында. Просто ол мекен әпкем жауапкершілікті өзіне көп алған адам ретінде, ол өзін қорғау үшін мінез шығарды. Ол енді ер адамдар тесене кім қорғайды енді, жанында жақсы адам болмаса, енді қорғамаса өзін қорғайды. Сол үшін солай көрінеді бізге. На самом деле, мысалы сырт реклама кезінде де мысалы ол тұрамыз сөйлесіп, оны өзі көрсетті, мінезі бар әйел. Мен сол түсінбей жатырмын. Қалайсыңдар, қалдарың қалай? Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Парни киіп кепсіңдер қалай? Пара болғаннан кейін парни киінбегенге. Жалпы кеш айтылып жатты ғой, отбасылық қаражат деп. Отбасылық қаражатты кім ұстаған дұрыс? Ер адам ба, әйел адам ба? Бота жауап кетсін. Мен ойлаймын, отбасылық қаражатты ұстай алатын адам ұстаған дұрыс. Өйткені әйел адам ұстаса, ол өзінің хотелкаларын жұмсап, ақша болмауы мүмкін. Ер адам ұстаса, әйел адамдан сұрай береді. Сол үшін әйел адамның еркек адамның алдына сыйға кетеді деп ойлаймын. Қандай ақылды адам? Әйел адам еркек адамнан көбірек ақша тапса, жанжал туып кетпей ма? Ол еркек адамның ойына байланысты. Әйел адам жақсы болсын деп табады. Үйге алып келеді ол. Ол негізі әйел адам мен екі жұптың ара қатынасына байланысты, деп ойлаймын. Бірақ та әрине мен көбірек тауып жатырмын ау деген сияқты. Ондайлар да бар, көбінесе сондай. 90%, 95% сондай. Но шынымен де күйеуіне жаны ашып, жаңағыдай ондайды міндетсінбейтін әйелдер өте аз. Бірақ та ер азамат ана жерде мен айтқым келгенде, потому что сөзге келіп қалдыңдар оқып. қазіргі қоғамда осының жауапкершілігі жоқ еркектерден көп қыз баласы сенбейді. Жалпы көпке топырақ шашпаймын. Қазір көп қоғамда болатын нәрсе. Бар дейді да өтік, шу ақшам бар дейді да, кафеге апарады, бірақ дымы да жоқ. Өздерін байытып, мен алдыңғы кезде де осы сұрақты маған қойған едім, осы сұрақтың жауап берейін деп. Енді қазір ситуацияны қарайтын болсам, бұл өмірде живой ғой. Кеше бүгін болып тұрған нәрсе де, мысалға ештеңе жоқ болса да, бардым деп өзімдікін көрсеткісі келеді. Мен қатты айтқым емес, просто қоғамда дедім, осыны жауапкершілігі жоқ еркектерден қыз баласы сенбейді дедім. Қазір айтып жатқан нем, аяулым меркатина ақша қызыққан, ондай емес, аяулым өмірде ақшасына емес, адамның санасына байланысты. Оның үйім болсын, машинасы болсын, ақшасы болсын, бәрін тастайықшы, главный парк, тегін өкіметтің жатқан паркі бар. Сол жаққа барып жүріп қайтсын болды. Мен сияқты емес, мен өзім паркке барғым келіп, менен де күшті кездесін дейсің. Менен де күшті. Білмеймін, көреміз не болатынын. Мысалы, осы ақшада емес мәселе, еркек жауапкершілік жоқтығында негізі. Мысалы, Дианада қалайсыңдар, қалдарың қалай, амансыңдар ма? Қорқынышты сейілтіп жатсыңдар ма? Бір-біріңе деген. Қорқыныш деппін ғой. Сенімсіздік. Мен өзіме 100% сенемін, мен Дианаға сенім емеспін. Тек кешегі эфирде айтпай, қазір айтып отқаннан таңғалып. Жалпы отбасыда қаражатты кім ұстау керек жалпы? Ұстай алатын адам. Қыз баласы ғой. Қыз баласы? Сен ақша алып келесің, қыз баласына бересің. Ал қыз баласы еркектен көп ақша табатын болса, кейін үйде жанжал шығып кетпей ме, қалай ойлайсыңдар? Ол егер отбасы болса, ол проблема емес. Әйел адам санасына байланысты деп ойлаймын. Келіп күйеуіне мен тауып жатырмын деп енді бір санасыз адам бетіне баспаса, саналы әйел өйтіп баспайды деп ойлаймын. Кейбіреу болады отбасыдан төсектің астына ақша тығып қою, ондайлар. Мен ондай болмайды сияқты, мен барып, если маған беріп қоятын болса, күйеуім мен айтамын, осы осыяққа құрттым, осыяққа құрттым деген сияқты. Отчет беріп отырасың.
Арай, қалайсың, қалың амансың ба? Нормально, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір аман сен. Жұмыс басталды ма? Ақтау процесс? Иә, басталды, бірақ бүгін ауырып қалдым. Не қалды? Қыздардың күні, потому что грибовать етіп қалып көрсетіп қойсаға. Папа, отбасыда қалай ойлайсың? Қаражатты кім ұстау керек? Негізі мен өзім көзқарасым бойынша ер адам ұстау керек, бірақ та енді кім финансовый грамотностьқа жақсы, сол адамды ұстау керек қой. Бірақ мен кейін өзім күйеу ұстағанын қалаймын. Мен өзімнің расходтарыма өзім ақша. Күйеуің сенің табысыңнан төмен табатын болса, кейін жанжал туындап кетпей ма? Мен сенен көп тауып жатырмын ғой деген сияқты. Оны айта алмаймын, енді уақытында көреміз, бірақ күйеуімнің менен көбірек тапқанын қалаймын енді. Кейін андай бола ма? Алладан сұраймыз ғой, Құдай, пожалуйста, көп тапсыншы. Кейбіреу болады ғой, ақшаны тығып, төсектің астына тығып қоятындар бар, бір-бірінен жасырып деген сияқты. Бір-бірінен жасырып па? Бір-бірінен жасырған дұрыс емес қой. Бірақ енді әйелдің ақшасына ер адам қол сұқпағаны да дұрыс қой. Әйел өз расходы, ер адам общий расход. Бірлігі жалпы отбасыда қаражатты кім ұстау керек, қалай ойлайсың? Барлықтарыңызға сәлем. Ең негізгі күшті сұрақ осы барлығын көкейінде жүреді, всегда қазақ менталитетінде басқа ұлттарда болсын. Менің өзім примерім бойынша үйде негізі бізде ондай 50/50, анамның өз ақшасы, әкемнің өз ақшасы и общий бюджет. Болашақта үйленгеннің өзінде қалай болады, үйленген жағдайда? Үйленген жағдайда ақшаны кім ұстай алады, кім үнемдей алады, кім расчетливо жүре алады, сол кісі ұстау керек деп ойлаймын. Өйткені әр адамның өзінің бір нәрсеге бейімі болады. Ақша ұстауға, ақша ұстай алатын адам ұстау керек па, әлде кім көбірек ақша табады, сол адам ұстау керек па? Енді кім көбірек ақша табады, сол адамның негізі сөзі жүреді деп ойлаймын. Қаншалықты противоречиво звучать етсе де, бірақ негізі қазіргі реалида солай. Кім много зарабатывает, соның сөзі жүреді. Бірақ менің отбасымда всегда әкем. Тәтті, қалың амансың ба? Жақсы, рахмет. Бүгінгі келіп жеткен туған күнмен Көп рахмет. өмір жасың ұзақ болсын, денсаулығың мықты болсын. Рахмет, әмин. Отбасыңның тәтті қызы болып жүре бер дейміз ба? Тәтті отбасы құру керек болып тұр енді. Тәтті отбасы қалып дейсің ғой. Иә. Қаншаға толып жатыр жалпы? 18 жасқа. Нақты айтайық былай. Нақты 33 жасқа толдым мен. 33 жасқа. Иә. Бірақ барлығы 23 деп ойлайсың. Бірақ барлығы 23 деп ойлайды деп скоро ролик түсіремін. Бүгінгі образым и так тура 33-ке сай болып тұр. Неге әдемі ғой? Тәттінің аккаунтын белгілеп кетемін. Барлығымыз тәттіге туған күнімен деп жазып кетейік. Рахмет барлықтарыңызға. Мадихат құттықтадың ма айтпақшы? Мадихат па? Телефон көрейін деймін, құттықтаған жоқ әлі. Аккаунтын шыға? Мүмкін сюрпризбен келіп қалар. Возможно. Күтейік. Қалың Томирис барсың ба? Керемет. Мынау прыжк шықпағаным болмаса, әйтпесе бәрі күшті Қай жерге? Дәл ортаға индианка ұқсап. Байқалып тұрған жоқ негізі. Да? Болды. Неде эфирді көрмесе болды. Қалай ойлайсың, Томирис, жалпы отбасыда қаражатты кім ұстау керек? Жалпы бұрынғы отбасыңда кім ұстады? Ұстай алатын адам ұстау керек сияқты. Әйтпесе Ұстай алатын адам ба, әлде ақшаны кім көбірек табады, соның сөз жоқ, жүреді? ұстай алатын адам. Өйткені толық жоқ от того, что ақша келе бергеннен. Правильно расчет болу керек та, финансовый грамотность болу керек. Сондықтан ақшаны ұстай алатын адам ұстау керек. Ал алдыңғы бұрынғы қарым-қатынаста кім ұстады? Отбасылық қаражат жүргізіп көрдің бе? Мен ұстағам. Біздің отбасымызда, даже мамалардың отбасында да мама ұстаған. Өйткені мамада финансовый грамотность бар. И менде де. Енді күйеуімде де болған еді. Просто бірақ мен ұстадым. Ол алып келді. Диана қосатын болса, пол порция болады. Нұрсұлтан жұмысына кірісіпті. Пирожкиден донерға өсіп отырық. Клубына кетіп жатырмын. Мен айтатын да, бүгін эфирден шыққан соң маған сен жарты донер, сен жарты донер жатың да, короче. Екеуін қоссаң прям донер болады. Арай қосатын болса полторашка болады жатың да, короче. Диана қосатын. Олар не үшін алып беру керек саған? А? Олар не үшін алып беру? Мен бұларға еңбегім сіңген ғой. Не істепсіңдер? Мойындамайды. Екеуіне еңбек қайраткері болған. Маған екеуі вообще медаль беру керек қой, органда. Не үшін айтшы? Екеуін бастан істей ма? Айтса енді себебін. Мен бұлар үшін бәрін жасаймын. Не жасадың? Видео түсіргеннен бөлек қандай қамқорлық көрсеттің деп сұрайық. Видео түсіргеннен бастап көмек беремін, например. Мен видеомның ең баяғысын беріп болды. Точка. Жабылды. Мен де саған видео түсіріп жүрмін ғой. Ана? Сен дым сұратқан жоқ мен. Маған қарай не деп отырсың? Сен дым сұратқан жоқ. Просто кімге? өздерің Жынма қалталы қайда өтсің ме? жуанялармен